Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте дәмді бір жасағаннан сәтті шығатын бисквитті пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға 4 жұмыртқаны жарып аламыз. Үстіне бір банка сгущенканы құямыз. Бір шай қасық разрыхитель қосамыз. Сосын жақсылап миксермен араластырамыз. Миксермен араластырып болғаннан кейін аз-аздан ұнымызды саламыз. Ұнымыз иліктен өтілген болуы керек. Барлығын жақсылап миксерлеп аламыз. Одан кейін формамызға астына фольга төседім. 18 сантиметрдей қылдым. Салмамызды формамызға құямыз. Сосын 180 градуста қызып тұрған пешімізге салып пісіріп аламыз. Бисквитіміз пісті, өте әдемі көтеріліп шықты. Енді бетіне начинкасын дайындаймыз. Начинкасына жаңғақ, қосымша және де варенка қолданамын. Жаңғақты теркадан өткізіп майдалап, одан варенканы араластырамыз. Бисквитіміз суығаннан кейін бетіне жағып шығамыз. Осымен бисквитіміз дайын болды. Жұп-жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Өте дәмді. Және де менің каналыма тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды қалдыруды ұмытпаңыздар. Менің каналымда өте оңай, қолжетімді заттардан тұратын тағамдар, пирогтардың рецепттері, торттардың рецепттері бар. Міндетті түрде каналыма жазылып алыңыз. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет.